220 мың теңге айыппұл төлеуге дайынсыз ба, егер де сіз белгіленген жылдамдықты ұзын жолды асыратын болсаңыз? Иә, дәл осындай біздің министрлікте заң қабылданған екен. Егер де сіз мына бір екі қаланың арасында мысалы 5 сағат жүретін жерге сіз егер де 3 сағатта барып қойған болсаңыз, сізге осындай айыппұл салынуы мүмкін. Ассалаумағалейкум, құрметті автор YouTube каналының көрермендері. Сіздерге бүгін осындай пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Және де бізде мен өзім қазір осындай ароматтар айтып жатырмын. Бұл менің енді YouTube каналымда монетизация қазір қосып тұрғанымен, бірақ оның түсетін түсімі өте аз. Енді қаралымның бір жағынан қаралымның аз болу себепті, әртүрлі себептер бар. Сондықтан менің өзімнің каналымның дамуы үшін осындай ароматтар әкеліп жатырмын. Бұл хош иістерді 18 миллиграмм, каждый 6 миллиграммдан, бұны ең кемі бізде 500-ден сатады миллиграмм. Сонда үшеуін алатын болса, бұл 10.800 теңге. Менде бұның бағасы екеуі 3 мың, біреуі тегін. Бүгін акция жатыр. Получается 2+1 дейді ғой, екеуіне плюс біреу. Сондықтан осындай Ақтау қаласында болсаңыз, менен тапсырыс берсеңіз болады. Үшеуін тегін апарып беремін. 6 түрлі аромат бар. Барлығы жаңағы таза Европадан келген парфюм. Сапасына өзім жауап берем. Сапасы 100%. Бұл жерде жаңағы древесный ароматтар бар, свежий, прям осы холодный, жазғы уақытқа жақсы ароматтар. Басыңызды ауыртпайды. Көбіне адамдар бізде жаңағы әртүрлі монозапақтар дейді. Бұл жерде манго, персик, сондай ароматтар пайдаланып жатады. Бірақ ондай ароматтар бізде мына басыңызды ауыртып жүреді. Сондықтан мен сіздерге осындай өзімнің ароматтарымды ұсынамын. Бұл кәдімгі парфюм. Иістері киімде 4 күн тұрады. Қолыңызда 1 суткаға шейін тұрады, жақсаңыз. Тіпті бір кісі өткенде алып айтады, ой, алмай қалғаныма өкінгенім ай дейді. Қолында 4 күн тұр дейді ғой. 4 күн тұр дейді, қолына жаққан 4 күн тұрады. Сондықтан тапсырыс беріңіздер. Қазіргі акция бізде екеу плюс біреу, бар болғаны 3 мың теңге. Басқа жерден алсаңыз, осыны 10.800 теңгеге аласыз. Бұл таза парфюм. Бұны сіз автокөлікте пайдалансаңыз да болады, үйдің ішіне ароматизатор ретінде пайдаланса болады, не болмаса өзіңізге пайдалансаңыз да болады. Өйткені бұл таза 100% таза парфюм. Сонымен мен сізді бүгінгі жаңалықпен бөлістім. Мені қолдап, комментарий жазып, лайк басып жіберіңіздер.